Арма қазағым, бұл бейнеде неге мен қазақ әдебиетін танымалы, қазақ әдебиетінің жанатын құрамайтыны туралы және неге ондай кітаптарды оқыған кезде абай болу керек екенін айтып кеткім келеді. Шынымды айтсам, маған абай сөзі де онша құрамайды, абайдың жазғандары деп. Иә, ол классика, бірақ осыдан үлгі ал деген сияқты. Жарайды. Сосын жаңағы көбіне авторлар 19-20 ғасырда өмір сүргендер, ол ер азаматтар болады. Және барлығы ол енді әйелдің тағдыры, қазақ әйелдің тағдыры туралы, қазақтың қызының тағдыры туралы жазған. Және барлығы ол жағымсыз қылып қазақтың дәстүрін, қазақты жаман сипаттаған. Қазаққа кір жағу үшін жаңағы совет үкіметінің деген сияқты орыстың пропагандасын орындау үшін. Менің ойымша ер азаматтар әйел азаматтың тағдыры туралы, әйелдің тағдыры туралы, қыздың тағдыры туралы жазбау керек. Себебі әйелдің тағдыры туралы әйелдер жазу керек. Ал ер азаматтар өздерінің ер азаматтарының тағдырлар туралы, батырлар туралы, сондайлар туралы жазып кету керек еді. Бірақ өкінішке орай біздің көптеген авторларымыз жаңағы қазаққа кір жағып кеткен, қазақтың қыздарын бақытсыз қылып көрсеткендер, олар пропаганданы таңдатып, ал ер азаматтарға дейтіндей ешқандай мұра қалдырмады. Батыр бол деген сияқты, өзіңе мықты бол, ер адам нағыз осындай болу керек, қазақтың жігіті осындай керемет болу керек деген сияқты романдар олар жазып кеткен жоқ. Енді Қазақстанда болашақта ондай керемет авторлар, нағыз керемет классик болатын авторлар әлі алда деп ойлаймын. Сосын мына Африка, Латын Америка деген сияқты елдерлерде кезінде, колониализмнің кезінде біздің қазақ авторларымыз сияқты ондай авторлар да болған. Ояқта жаңағы христиан дінін мақтап шыққан түрлі монахтар, монахинялар деген сияқты сол отаршылық кезін жаңағы Европаны мақтаған, Европаның цивилизациялар нелерінің барлығын мақтап не алған авторлар, және олар өздерінің кездерінде, сол колониализм кездерінде танымал болған, олардың барлығын оқыған деген сияқты. Бірақ колониализм кеткеннен кейін олардың барлығын жаңағы мусоркаға лақтырып тастады. Ондай олардың кітаптарын және мына егеменге қол жеткізген кезде Африка елдері, Латын Америкаларда ол жақтарда шынымен нағыз классика болып аталынатын авторлар шыға бастады. Сонымен қазақ авторлардың жұлдызы жоғары деймін, және алда деп ойлаймын. Аман болыңыздар.